Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін оладьи дайындаймыз. Бұл оладьи өте ерекше, пайдалы әрі тез дайын болатын, арықтағысы келетін қыздарға да жесе болады. Ең алдымен 130 грамм греческий йогурт керек, немесе қоспасыз таза йогурт та болады. Үстіне бір жұмыртқа, ванилин, қант алмастырғыш қосып жақсылап араластырып аламыз. Макты алдын ала 30 минут ыстық суға салдым және суын төктім. Енді пайдалана берсек болады. Үстіне 4 ас қасық кукуруз ұнын қосамыз және құрамы таза басқа ұндарда болады. Табаны майлап алған соң бір ас қасықтан қосып, кәдімгі оладьи сияқты пісіреміз. Бұл құрамы таза пайдалы оладьйді дұрыс тамақтануға, арықтауға да жегенге болады. Себебі құрамы таза, ең бастысы ақ ұн мен қант жоқ құрамында. Олай болса, дұрыс тамақтану, арықтауға да түрлі дәмді тағамдар жасап жеуге тырысыңыздар. Оладьйді жеміс-жидектермен толықтырып жесеңіздер болады. Менде құлпынай және де греческий йогурт. Оладьи өте дәмді болып шыққан. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сіздермен бірге болған мен Алтынай. Келесі видеода кездескенше.